Бұл Люксембург, әлемдегі ең кішкентай елдердің бірі. Бірақ оның Франция мен Германияның ортасындағы қауіпті орналасуына қарамастан, неге ол осы елдердің біріне қосылмады? 1867 жылы Люксембург Нидерланды корольдігінің бақылауында болды. Бірақ корольдік үлкен қаржылық қиындықтарға тап болғандықтан, Наполеон III Люксембургті сатып алуға ұсыныс жасады. Бұл келісім келісілгенімен, оны Германия империясының президенті Отто фон Бисмарк қабылдамады. Келісім Люксембургтың тәуелсіз және бейтарап ел болып қалуына мүмкіндік берді. Осылайша Франция мен Германия бұл шешімге қанағаттанады. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Люксембургті Германия басып алады. Бірақ соғыстан кейін ол тәуелсіз және бейтарап ел болып қалады. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Люксембург қайтадан басып алынып, бұл жолы толығымен Германияға қосылады. Бұл кезеңде Люксембург қатты зардап шекті, халқының 2%-ын жоғалтты. Алайда соғыс аяқталғаннан кейін Люксембург тәуелсіздігін сақтап қалды. Бірақ бейтараптықтан бас тартып, НАТО-ға қосылды. Сонымен қатар Люксембург соғыс кезінде одақтастарды қолдағаны үшін толық ұлттық тануға ие болды.